Қайырлы күн оқырман. Айда болса кеше үнсіздігін үзген болатын. Бүгін сториске шығып бастаған болатын. Бәрін басынан айтып, дұрыс емес түсінген жандарға түсіндіремін деген болатын. Тағы қандай шындық айтатынын көреміз енді. Башынан айтып кетсем, мен ошол бардык видеолорду түндө аябай ачууланып турган кезимде эмоция үстүндө, ачуу үстүндө салып салган болчумун. Бирок 1-2 сааттын ичинде мен ал видеолордун баарын тазалап салгам, өзүмдү кой Аида, успокойся деп туруп, бирок уктап калып эртең менен турсам бардык пабликтерге бир жака тарап кеткен жана башаламан болуп тарап кеткен. Ал бүгін болса емханаға барып қолындағы тіккен жіптерін алып жатырған еді. Соның бәрі Нұрдәулеттен болғаныма әлі де сенбейтіндей жағдай. Больницаға қолымдағы шофты алдырған келдім. Меня не снимай, хорошо? Одну только убрали. Все? Вторую убрали. Оқырмандардың пікіріне көшейік. Қазіргі жас отбасылар бар ішкен жегенін, жүргенін, ұрыс керісін бүкіл елге көрсететін болды. Ұят намыс қайда? Ешкімді араластырмай өздері, ата-аналармен шешетін жағдай ғой. Екеуінен де бар кінә. Қазақ, қырғыз деп бөлмеңдер. Ағайындар бәріміз туысқанбыз. Айданың әке, шешесі жақсы аламдар, Нұрдәулет қол көтергені дұрыс болмады. Дұрыс емес, сенікі пысық қыз еді, тойынып кеттің. Саған арунадан пайда жоқ, мүмкін сені айыруға келген шығар. Сумандап туры жаман екен. Бір қол көтерген адам келесіге ешкім гарантия бере алмайды, ақмақсың. Айдада кінә бар шығар, әйел адам сөйлейді. Бірақ сенікі дұрыс болмады балам. Негізі осы қыз бағын ашты ғой Нұрдәулеттің. Қадірін білу керек қой. Тегін әйелің тұрғанда сырттан өзгелер не керек? Өзің қаласан, сол төсектегіні де ол да бере алады ғой. Еркек әйел ауырғанда сыналады деуші еді, мынау ұяттау болды. Арген Аружанға қалай қарап еді? Тұра алмай жатқанда ол қызда қадірін түсінбей кетті, қырғыз жігітке қарамай. Анда-санда ыдыс аяқ сылдырлайды, бірақ қатты жария ету керек емес шығар.